Ассалаумалейкум, құрметті туысқандар. Бүгінгі тақырыбымыз 18 ғасырдағы жоңғар соғысы кезінде қазақ елін паналаған башқұрттың атақты батыры Қарасақал туралы болмақ. Бірінші, Википедиядан бұл адамның кім екенін көрейік. Қарасақал, Қарахан, Шона, шамамен 1705-1749 жылдар өмір сүрген батыр. Шыққан тегі белгісіз. Орыс тілді Википедия бойынша бұл адам Сұлтан Керей, Байбулат Хасанов, Меңліғұл Юлаев деген де аттары болған. 1739 жылы Қырым хандығының ханзадасы Сұлтан Керей деген атпен башқұрт халқының соңғы ханы болып сайланған. Арал теңізінің жанында 20 мың әскерім келе жатыр деп жасыңқырап қалған халықты қайта жігерін көтеріп, Ресейге қарсы көтеріліс ұйымдастырған. Ресей үкіметі бұл ешқандай ханзада емес, Меңліғұл Юлаев деген қара халықтан шыққан башқұрт деп абыройын түсірмек болды. Ол кезде Ресей Түркиямен соғысып жатқан кезі болатын. Орыстар бұны Түркияның арнайы жіберген тыңшысы деп есептеген. Өзінің батыл қимылдарымен Ресейге көп шығын әкелді. Ақыры Ресейдің жазалаушы отрядтарынан жеңіліске ұшырағаннан кейін қазақтардың арасына қашып келеді. Шоқан Уәлихановтың 5 томдық еңбектер жинағының 4-ші томы Шона батыр деген мақаламен басталады. Сол кезде киргиз деп орыстар қазақтарды айтқан, ал шын қырғыздарды дикокаменные киргизы немесе буруты деп атаған. Осы мақалада қазақ даласына көптеген басқа елдерден қуғын сүргін көрген адамдар қашып келіп паналағаны туралы айтылады. Қарапайым адамдарды былай қойып, мысалы жоңғар патшасының баласы мен жиені Дебачи мен Әмірсананың қашып келіп біздің елге паналаған туралы да сөздер бар. Осылай келгендердің бірі башқұрт халқының 1740 жылы патшаға қарсы көтерілісін басқарып, ол жақта жеңіліс тапқан соң қазақ арасына келіп өзін Галдан Цереннің бауыры Шонамын деп жариялаған Қарасақал батыр. Қазақ жерінде ол Қазбек бидің жанында болады. Ол жерде өміріне қауіпті болғандықтан оны шығысқа қарай Қара Ертіс жаққа Қабанбай батырдың жанына жібереді. Қабанбай батырдың қорғауында болып, оған Найман руынан біраз, атап айтқанда 2000 жауынгер жігіттерді бөліп, және Қарахан деген жаңа ат берген. Қара халық оны Галдан Цереннің бауыры Шона деп қана білген. Қазақ даласында ол Ресейге де, жоңғарға да қауіп төндірді. Ресей ол башқұрт халқын тағы да көтереді ме деп қорқса, жоңғар елінде өздерімен таққа таласып жасырын өлтірілген Шонаның қайтадан тіріліп келуі елдің ішінде дүрбелең туғызама деп шошиды. Дүрбелең туғызды да. Шонаның ел арасындағы абыройы жоғары болған соншалық қара халық Шона үшін Галдан Церенге қарсы көтерілуге дайын еді. 1746 жылы Жоңғариядан қашып шыққан Монго Юсумов деген қалмақ орыс басшыларына қалмақтар өздеріне Шона батырдың басшы болғанын қалайтынын айтқан. Сол кезде қалмақтың арасында Шона батыр орыс әскерін басқарадымыз деген лақап тарапты. Егер орыстар Шона батырсыз келетін болса, қалмақтар аянбай соғысатындығын айтады. 1748 жылы Жоңғарияға барған Камовщиков деген сержанттың айтуына қарағанда, одан Генден деген адам Шона батыр туралы сұраған. Және Дебачи мен Эмаккули деген нояндар сонда қашып кетпекші болғанын айтады. Дебачи шында да қазақ даласына қашып келген. Бұл да хан тағына үміткерлердің біреуі болатын. Қарасақалдың өзін Шонамын деп жариялауы әдейі жасалған амал екені айдан анық. Менің ойымша бұл шара Қазбек би мен Қабанбай батырмен ақылдасып жасалған айла. Галдан Церен қатты қорқынышта болады. Тіпті Барақ сұлтанға, егер Шонамын деп жүрген адамды өлтірсең, аманатта жүрген ұлыңды босатып жіберем деп уәде береді. Бірақ Барақ сұлтан үшін де Қабанбай батырдың қорғауында жүрген адамды өлтіру мүмкін болмайды. Осы әңгіменің ақырғы абзацысы былай аяқталады. Қарасақал мен Шонаның екі адам екендігінде еш күмән жоқ. Бірақ осы башқұрттың Галдан Церенді үрейлендірген батыл әрекеттері таң қалдырады. Еділ қалмақтарының аңыздары бойынша Шоно Лаузан, орыстар Шоно Лаузан деп атаған,
немесе Шона Дабы Кумы өзенінің жағасында бақталастарының қолынан қайтыс болған. Ал Қарасақал Қарқаралы округында тыныш жағдайда қайтыс болды. Қазақ даласынан қашып шыққан Ақбай Сундуков деген адамның айтуына қарағанда, оны 2 ай бұрын қайтыс болған башқұрт көтерілісшісі Қарасақалдың бауыры Баргайдың адамдары тұтқындаған екен. Неплюевқа 31 июль 1749 жылы жазған қағаздан. Неплюев сол кезде Орынбор аймағының генерал-губернаторы. Осы қағаз жазылмастан 2 ай бұрын қайтыс болса, 1749 жылдың сәуір не мамыр айларының біреуінде Қарасақал батыр қайтыс болған екен. Қазақ жазушылары Қабанбай батыр туралы көптеген кітаптар жазып шығарды. Олар Қабдеш Жұмаділовтің Дарабоз деген 2 томдық романы, Зейнолла Сәнік пен Бейсенғазы Садыхан жазған Қаракерей Қабанбай деген зерттеу кітабы, Зейнолла Тілеужанұлы жазған Қаракерей Қабанбай деген тарихи роман, Камал Абдрахман жазған Қаракерей Қабанбай атты туындысы. Осылардың барлығында дерлік Қарасақал, Шона туралы азды көпті жазылған жерлері бар. Менің өз басыма Шоқан Уәлихановтың нақтылы фактылармен жазған мақаласы бағалы болып көрінді. Осы кітапта Қарасақалды қауіпсіз жерге жіберген туралы 392 бетінде мақалаға түсініктеме беретін жерінде Қабанбай батырдың жанына Қара ертістің бойына кеткенін жазады. Негізінде Қара ертіс дегеніміз ең алдыңғы шеп, өте қауіпті жер болатын. Қабанбай батыр ол кезде Тарғабатай тауының ішінде Майлышат, Шона, Жіңішке деген қазіргі жерлердің тұсында болған. Менің ойымша Қарасақалда Тарғабатайдың ішінде адамға да, малға да жайлы, қысы жылы, бораны жоқ, осы жерлерде болған болу керек. Шоқан Уәлиханов жазған осы кішкентай мақалада көптеген тың деректер жатыр. Мысал, Қазбек би мен Қабанбай батырдың қарым-қатынасы туралы. Қазбек би Қабанбай батырдың қорғауында болғанын және Қабанбай батырдың көмегімен үлкен дәрежеге көтерілгені туралы жазылады. Басқа еш жерден мен осы деректі оқымаппын. 19 ғасырда өмір сүрген Шоқан қазіргі зерттеушілерге қарағанда әрине әлдеқайда көп білді. Шоқанның өмір сүрген уақытынан бері де 1,5 ғасырдан астам уақыт өтіп кетті. Шона Дабы туралы 1-2 ауыз айта кетейік. Бұл деректер Зейнолла Сәнік пен Бейсенғали Садыхан жазған Қабанбай батыр кітабынан. 1723 жылдың қысы Қазақ сахарасында қайың сауған ақтышқан жыл деп аталған аса қатты жұт жылы болыпты. Сол жылдың көктемінде жоңғар патшалығы әбден әлсіреген қазақ еліне шабуыл жасаудың сәті келіп тұр деп есептеп, 70 мың әскермен 7-10 мыңдыққа бөлініп жорыққа аттанады. Оның бірінші 10 мыңдығын сол кездегі хонтайшы Суан Рабданның баласы Қалдан Серен басшылық етеді. Ол Балқаш көлінің маңындағы Қаратау арқылы шабуылға өтеді. Екінші 10 мыңдыққа хонтайшының інісі Жолан Батыр қолбасшылық етеді. Ол Алтай Еміл аралығы арқылы Көктал өзенін өтеді. Үшінші 10 мыңдыққа хонтайшының немересі Әмірсана қолбасшылық етеді. Ол Нұра өзеніне өтеді. Төртінші 10 мыңдыққа Қалдан Сереннің 18 жастағы баласы Серен Доржы қолбасшылық етеді. Ол Шелек өзені өңіріне қарай өтеді. Бесінші 10 мыңдыққа Қалдан Сереннің тағы бір баласы Лама Доржы қолбасшылық етеді. Ол Ыстықкөл өңіріне қарай өтеді. Алтыншы 10 мыңдыққа хонтайшының өз руынан шыққан Дода Доржы деген ноян қолбасшылық етеді. Ол Шу өзеніне өтеді. Жетінші 10 мыңдыққа Суан Рабданның өзі басшылық етіп Іледен өтеді. Осының бәріне Суан Рабданның бауыры Шона Дабы жетекшілік етеді. Бұл жерде бауыры деп айтылып тұр, басқа жерлердің бәрінде баласы деп білеміз. Міне Шона Дабының әуел баста жоңғар патшалығындағы орны осындай болған. Кейіннен Шона Дабы Қалдан Сереннің ұйымдастыруымен Еділ бойындағы Қалмақ Айуке ханның жерінде өлтірілген. Қарасақал батырымыз міне осы адамның атын жамылып, бірнеше жыл жоңғар мемлекетінің берекесін кетіріп, ыдырауына себепкер болған адам. Сөзімізді қорытындылай келе айтатынымыз: Қарасақал батыр башқұрттың ғана емес, қазақтың да батыры. Біздің жерде жүріп талай соғысқа қатысқан, Қалдан Сереннің жүрегіне қорқыныш ұялатып, жоңғар мемлекетінің ыдырауына үлкен үлес қосты. Бірақ халық оны Шона деп қана білгендіктен Қарасақал деген атты көп адамдар біле бермейді. Біздің елде
Ерте заманда ұлдарға шона деп қойылған аттар осы батыр Қарасақалдың құрметіне қойылған болу керек. Қазіргі шона деген жер аттары да содан қалса керек. Қарасақалдың нақтылы ұлтын ешкім білмейді. Қырым хандығынан ба, кубандық па, башқұрт па, жоқ әлде қарақалпақ па белгісіз. Қалай болғанда да ол біздің жеріміз, бостандығымыз үшін күресті. Оның есімін біз мәңгі жадымызда сақтауымыз керек. Осы жарқын өміріміз үшін талай есіл ерлеріміз өмірін құрбан еткенін ұмытпайық. Қазақ халқының 2/3 осы жоңғар соғысының құрбаны болған. Елім, жерім деп арпалысқан батырларымыздың жатқан жерлері жұмақтан болсын. Еліміз аман болсын, ағайын. Şirkin devrin aynalı baldı gazda
дариғай шіркін